Мені өте мұқият тыңдаңыз. Қазір, дәл осы сәтте, ештеңені кейінге қалдырмай, көзіңізді бір сәтке жұмып көріңіз. Сіз мінсіз дәріні елестетіңіз. Ол арзан. Кез келген дүкеннен табуға болады. Рецепт қажет емес. Бауырға зиян келтірмейді. Ешқандай ұзын кезекте тұрмайсыз. Елестеттіңіз бе? Көпшілігі дәл қазір қымбат дәрілерді ойлады. Америкадан келген қап-қап витаминдерді, немесе бір жерде ғана өсетін сирек шөптерді. Ал енді шындықты айтайын. Мен медицинада ондаған жыл жұмыс істедім. Операция үстелінде де тұрдым. Ауыр халдегі науқастарды да көрдім. Және мен сізге ашық айтамын. Көп адам денсаулықты қиын жерден іздейді. Ал шын пайда өз ас үйінде жатқан байқамайды. Мен не туралы айтып отырмын? Қарапайым ғана пісірілген көкөністер туралы. Күліп отырған шығарсыз. Дәрігер, шынымен бе? Оның несі ерекше? Иә, дәл солай. Көп адам оны ауруханадағы тамақ деп ойлайды. Дәмсіз, қарапайым, ешқандай пайдасы жоқ. Бірақ бұл үлкен қателік. Әсіресе жасы 55-60 жастан асқан адамдар үшін. Өйткені дәл осы кезеңде ағза бұрынғыдай жұмыс істемейді. Ас қорыту баяулайды, ферменттер азаяды, қуат төмендейді. Ал біз ағзадан әлі де 20 жастағыдай нәтиже күтеміз. Мен бір жағдайды айтып берейін. Бір таныс адам болды. Оны шартты түрде Ерлан аға дейік. Белі ауырады, тізесі сықырлайды. Іші жиі кебеді, ұйқысы бұзылған. Дәріханадағы дәрілердің жартысын ішіп көрген. Балаларда уайымдай бастады. Бірақ біз тек тамақтануын өзгерткеннен кейін бәрі баяу-баяу түзеле бастады. Бар болғаны 4 түрлі дұрыс дайындалған көкөніс қостық. 2 айдан кейін не болды дейсіз? Ол қайтадан көлік жөндейтін гаражына бара бастады. Көңілді жүрді. Дәріханаға баруы сиреді. Бұл ертек емес. Бұл қарапайым биология. Пісірілген көкөністердің құпиясы сиқырда емес. Мәселе ағзаға сіңуінде. Жас кезде адам шикі тағамды оңай қорытады. Ал жасы ұлғайғанда ағзаға көмектесу керек. Қатты талшықтарды бұзу керек. Сонда ғана витаминдер шынымен пайда береді. Сондықтан бүгін біз өте маңызды нәрсені талқылаймыз. Неге кейбір жағдайда пісіру витаминдерді жою емес, керісінше оларды ағзаға қол жетімді ету екенін. Бірақ бастамас бұрын бір нәрсе айтайын. Егер сіз ұзақ өмір сүргіңіз келсе, өз бетімізше жүріп тұрғымыз келсе, балаларыңызға ауыртпалық болғыңыз келмесе, денсаулық туралы дұрыс ақпарат білу өте маңызды. Сондықтан осындай пайдалы мәліметтерді жіберіп алмау үшін арнаны қолдап қойыңыз. Бұл сіздің денсаулыққа жасаған алғашқы қадамыңыз болуы мүмкін. Ал енді негізгі әңгімеге көшейік. Көп адам интернеттен бір нәрсе оқиды. Шикі тағам ғана пайдалы. Қайнатсаң бәрі өледі. Бірақ шындық сәл басқаша. Шикі көкөністерде витаминдер бар, бірақ олар көбіне қатты жасушалардың ішінде қамалып тұрады. Оны ашу үшін ағзаға көп күш керек. Ал жасы үлкен адамдарда ас қорыту бұрынғыдай мықты емес. Нәтижесінде не болады? Салат жейсіз, іш кебеді. Қолайсыздық пайда болады. Ал пайдасы аз. Ал дұрыс пісірілген көкөністерде жағдай өзгереді. Жылу жасушаларды жұмсартады. Пайдалы заттар босап шығады. Ағза оларды оңай қабылдайды. Яғни сіз энергияны күреске емес, пайданы алуға жұмсайсыз. Бұл өте қарапайым логика. Енді ең бірінші көкөніске көшейік. Бұл сәбіз. Сәбізді бәрі біледі. Көп адам оны көзге пайдалы дейді. Бірақ бір маңызды нәрсені көпшілік білмейді. Пісірілген сәбіздегі бета-каротин кей жағдайда шикіден әлде қайда жақсы сіңеді. Бұл көз үшін өте маңызды. Өйткені бета-каротин ағзада А витаминіне айналады. Ал А витамині көздің негізгі қорегі. Жас ұлғайғанда көп адам мынаны байқайды. Көз құрғайды, кешке көру қиындайды, бәрі тұманданып көрінеді. Бұл тек жас емес. Бұл көздің қорек жетіспеуі. Ал тұрақты түрде пісірілген сәбіз жеу көзге үлкен қолдау болады. Бірақ бір кішкентай құпия бар. Сәбізді міндетті түрде аздап маймен жеу керек. Мысалы, қаймақпен зәйтін маймен, немесе сары маймен. Өйткені А витамині маймен бірге ғана жақсы сіңеді. Бұл биология.
Қазір өзіңізден сұраңыз. Сіз сәбізді қаншалықты жиі жейсіз? Шікі күйінде ме? Әлде тағамға қосасыз ба? Кейде ең қарапайым тағам ағзаға ем үлкен көмек береді, ал біз оны байқамаймыз. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. Келесі көкөніс туралы айтқанда көп адам таңғалады. Өйткені ол асқазан мен ішекке тікелей әсер етеді. Енді көп адам ашық айтқысы келмейтін, бірақ өте маңызды мәселе туралы сөйлесейік. Бұл ішек жұмысы. Жас ұлғайған сайын адамдардың көбінде мынадай мәселелер пайда болады. Іштің қатуы, кебу, ауырлық, ыңғайсыздық. Көп адам бірден дәріханаға жүгіреді. Әртүрлі іш жүргізетін дәрілер сатып алады. Ал біраз уақыттан кейін не болады? Ішек өздігінен жұмыс істеуді тоқтатады. Бұл тұйық шеңбер. Бірақ шешім кейде өте қарапайым. Ол пісірілген қырыққабат. Иә, дәл сол қарапайым қырыққабат. Шікі күйінде ол кей адамдарға ауыр тиеді. Ішті кебітеді, газ көбейтеді. Ал дұрыс пісірілген кезде мүлдем басқаша әсер етеді. Қайнатылған қырыққабаттағы талшықтар жұмсарады. Олар ішек арқылы өткенде губка сияқты жұмыс істейді. Зиянды қалдықтарды жинайды. Ішек қозғалысын жеңілдетеді. Денені табиғи түрде тазартуға көмектеседі. Ең бастысы ауырсынусыз. Күшену жоқ. Қан қысымына зиян жоқ. Бір үлкен кісі есіме түсіп отыр. Жасы 80-ге таяған. Жылдар бойы дәрісіз дәретке отыра алмайтын. Біз тек тамақтануына өзгеріс енгіздік. Кешкі асқа жиі пісірілген қырыққабат қостық. 2 аптадан кейін ол күліп келді. Ішім жеңілдеп қалды деді. Міне, кейде табиғи тағам кез келген дәрден тиімді болады. Тағы бір қызық нәрсе бар. Ішектегі созылмалы қабыну көп аурудың бастамасы болуы мүмкін. Тіпті кей зерттеулер ми жұмысына да әсер ететінін көрсетеді. Яғни, ішек дұрыс жұмыс істесе, адам өзін сергек сезінеді. Сондықтан қарапайым көкөністерді бағаламау үлкен қателік. Ал енді үшінші өнімге көшейік. Көп адам бұл туралы тіпті ойламайды. Бұл жапырақты көкөністер. Мысалы, шпинат, қызылша жапырағы әртүрлі көкшөптер. Көпшілігіміз кальций дегенде бірден сүтті елестетеміз. Бірақ бір нәрсені ескеру керек. Жас ұлғайған сайын көптеген адамдар сүт өнімдерін қиын қорытады. Ал жапырақты көкөністерде де кальций бар. Тіпті кей жағдайда өте жақсы сіңетін түрде болады. Ең маңыздысы, оларда К витамині бар. Бұл витамин кальцийдің дұрыс жерге баруына көмектеседі, яғни сүйекке. Егер К витамині жеткіліксіз болса, кальций басқа жерлерде жиналуы мүмкін. Мысалы, қан тамырларында немесе бүйректе. Ал дұрыс тамақтану осындай қауіптердің алдын алуға көмектеседі. Менің тәжірибемде бір әйел болды. Ол әрқашан құлап қалудан қорқатын. Сүйек әлсіз деген диагноз қойылған. Біз оған көкөніс сорпаларын және көк жапырақтарды жиі қосуды ұсындық. Бірнеше айдан кейін жағдайы жақсарды. Әрине, бұл бір күнде болатын нәрсе емес, бірақ ағзаға дұрыс жағдай жасасаңыз, ол өздігінен қалпына келе бастайды. Тағы бір маңызды әсері бар. Жапырақты көкөністерде Б тобының витаминдері көп. Бұл жүйке жүйесіне, көңіл күйге, энергияға әсер етеді. Сондықтан үнемі шаршау сезілсе, тамаққа назар аудару керек. Кейде шешім өте қарапайым. Ал енді төртінші өнімге келейік. Бұл көкөніс көп адамның дастарханында сирек болады, бірақ пайдасы өте қызық. Бұл дайкон немесе ақ редька. Пісірілген дайкон ас қорытуға көмектеседі. Жас ұлғайған сайын адамдар мынаны байқайды. Майлы тағам жеді, ет жеді. Сосын бірнеше сағат ауырлық сезіледі. Бұл ұйқы безінің ферменттері азайғанның белгісі болуы мүмкін. Ал дайкон құрамындағы заттар ас қорытуға көмектесетін табиғи қосылыстарға бай. Жылы сорпа түрінде ішкенде асқазанға жеңіл тиеді. Тағы бір артықшылығы бар. Дайкон жеңіл зәр айдайтын әсер береді. Яғни, ағзадағы артық тұздарды шығаруға көмектеседі. Сол себепті кей адамдар ісінудің азайғанын байқайды. Менің бір пациентім үнемі іштің кебуіне шағымданатын. Рационына дайкон қосқаннан кейін жағдайы айтарлықтай жеңілдеді. Көрдіңіз бе? Кейде ағзаға аз ғана көмек керек. Ал табиғи тағам сол көмекті бере алады. Сонымен біз
4 маңызды өнімді қарастырдық. Сәбіз, 40 қабат жапырақты көкөністер, дайкон. Бұл денсаулықтың қарапайым негізі. Бірақ көп адам дәл қазір бір сұрақ ойлап отыр. Қайнатқанда витаминдер жойылып кетпей ме? Бұл сұраққа жауапты келесі бөлімде толық түсіндіремін. Өйткені дәл осы жерде көп адам қателеседі. Витаминдер туралы миф сорпаның құпиясы. 7 күндік жоспар. Енді ең көп тараған пікір туралы сөйлесейік. Көп адам бұлай дейді: көкөністі қайнатсаң, барлық витамин жоғалады. Бұл сөздің бір бөлігі рас. Иә, кейбір витаминдер, мысалы С витамині, жоғары температураға сезімтал. Бірақ адамдар бір маңызды нәрсені ұмытады. Денсаулық тек витаминнің қағаздағы мөлшеріне байланысты емес. Ең маңыздысы, ағза оны қаншалықты сіңіре алады. Мысалы, шекі көкөністе пайдалы зат көп болуы мүмкін, бірақ ағза оны толық пайдалана алмаса, пайдасы аз болады. Ал дұрыс дайындалған тағам сол пайдалы заттарды қолжетімдетеді. Тағы бір құпия бар. Көп адам көкөніс қайнатқан суды раковинаға төге салады. Ал дәл сол суда өте көп пайдалы зат қалады. Сондықтан мен әрқашан бір қарапайым кеңес айтамын. Егер көкөніс қайнатсаңыз, сол суды пайдаланыңыз. Сорпа жасаңыз, бульон ретінде ішіңіз. Бұл ағза үшін өте жеңіл әрі пайдалы. Жас үлкен адамдарға әсіресе тиімді. Өйткені сұйық тағам тез сіңеді. Асқазанға ауырлық түсірмейді. Ал ағза энергияны аз қорытуға емес, қалпына келуге жұмсайды. Көп адам тамақтан кейін неге ұйқысы келетінін білмейді. Себебі ағза барлық күшін ауыр тағамды қорытуға жұмсайды. Ал жеңіл көкөніс тағамдары керісінше энергияны сақтайды. Бұл жай ғана теория емес. Әлемдегі ұзақ өмір сүретін халықтарды қараңыз. Көпшілігінің ас мәзірінде көкөніс сорпа. Жеңіл тағамдар өте көп. Олар тағамды асықпай, қарапайым түрде дайындайды. Ал біз кейде керісінше істейміз. Күрделі, майлы, ауыр тағамдарды жиі жейміз. Содан кейін ағзаның неге шаршайтынын түсінбей жатамыз. Енді мен сізге өте қарапайым тәжірибе ұсынғым келеді. Бұл 7 күндік шағын жоспар. Ешқандай қиындық жоқ. Ешқандай қымбат өнім қажет емес. Бірақ нәтиже сезілуі мүмкін. Бірінші күн. Алдымен үйде бар тағамды қарап шығыңыз. Сосын базарға немесе дүкенге барып, мына 4 өнімді алыңыз. Сәбіз, 40 қабат дайкон немесе редька, жапырақты көкөніс. Кешке осының бәрінен жеңіл сорпа дайындаңыз. Көкөністерді шамамен 20-30 минут баяу қайнатыңыз. Сол бульонды ішіңіз және жұмсарған көкөністерді жеңіз. Ағзаңыздың реакциясын байқап көріңіз. Екінші күн. Бүгін назарды көзге аударамыз. Сәбізді бөлек қайнатыңыз. Оны кішкене қаймақпен немесе маймен жеңіз. Бұл көздің қоректенуіне көмектеседі. Үшінші күн. Ішекке көмектесетін күн. 40 қабаттан жеңіл сорпа жасаңыз. Күні бойы жеңіл тамақ жеуге тырысыңыз. Көп адам дәл осы күні іштің жемілдегенін байқайды. Төртінші күн. Сүйектерге қолдау. Жапырақты көкөністерді аз уақыт қайнатыңыз. Оны сорпаға қосуға немесе блендермен араластыруға болады. Бұл ағзаға кальций мен пайдалы витаминдер береді. Бесінші күн. Ас қорытуға көмектесеміз. Дайконды жеңіл бульонда пісіріңіз. Оны түскі астан бұрын аз мөлшерде ішіп көріңіз. Кей адамдар ауырлықтың азайғанын байқайды. Алтыншы күн. Барлығын біріктіру күні. 4 көкөністің бәрінен үлкен сорпа жасаңыз. Бұл ағзаға толық қолдау береді. Жетінші күн. Нәтижені бағалау. Өзімізді бақылаңыз. Энергияңыз қалай? Ұйқыңыз қалай? Ас қорыту қалай? Кейде кішкентай өзгеріс үлкен айырмашылық береді. Ең бастысы тұрақтылық. Денсаулық бір күнде қалыптаспайды, бірақ дұрыс әдеттер жылдар бойы үлкен пайда әкеледі. Ал енді ең маңызды оймен аяқтайын. Адам ағзасы өте ақылды жүйе. Егер оған көмектессеңіз, ол сіз үшін жұмыс істейді. Ал егер оған ауырлық түсірсеңіз, бір күні белгі бере бастайды. Сондықтан денсаулықты тек дәріге тапсырмаңыз. Күнделікті әдеттеріңізге қараңыз. Қарапайым тағам кейде ең күшті құрал болуы мүмкін. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, оны жақын адамдарыңызбен бөлісіңіз. Мүмкін біреуге дәл осы кеңес
керек шығар. Денсаулық ең үлкен байлық. Оны күтуді бүгіннен бастауға болады. Келесі кездескенше аман болыңыз.